Баршаңызға қайырлы күн. Мен сіздермен бүгін вафлидің ең оңай рецептімен бөлісемін. Бұл рецептпен вафли қытырлақ және дәмді болып шығады. Менімен бірге болыңыздар және видеоның соңына дейін қараңыздар. Ыдысқа майды, қантты салып, пешке қант ерігенше қыздырып қоямыз. Міне, қанты еріді. Май мен қантты қайнатпаймыз. Қант ерігенше ғана пеште ұстаймыз. Енді бұны суытамыз. Енді үстіне бір-бірдеп жұмыртқаны салып, вафельница қызды. Енді бұлай құямыз. Кішкене ғана құямыз. Енді бетін жауып қоямыз. Вафли пісті. Енді оны алып, арнайы құрылғымен бұлай ораймыз. Және бұлай қойып қоямыз. Өзі қатады. Мынадай түрде қатады. Вафли дайын болды. Қытырлақ, әдемі болып шығады. Астарыңыз дәмді болсын. Егер сіздерге осы видео ұнаса, лайк басып, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Рахмет, сау болыңыздар.